Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Бүгін мен сіздерге овуляция туралы айтқым келіп отыр. Овуляция дегеніміз не? Бірінші очередте овуляция дегеніміз бұл әйелдің етеккір циклінің ортасында болатын табиғи физиологиялық процесс деп аталады. Ол кезде мысалға аналық безден жетілетін жұмыртқа бөлініп шығады. Жүктілікке дайындалу деп есептеледі сол овуляция кезі. Егер сол уақытта еркек жасушасы, яғни сперматозоид ұрық кәдімгідей немен аналық безбен не қылса, кездессе ұрықтану жүреді. Овуляция әдетте етеккір циклы мысалға 28 күн болатын болса, соның ортасы 14-ті ортасынан болады. Негізі кейбіреулерде енді әр әйелдің организм әртүрлі. Мысалға біріне етеккір келді ма, біріне етеккір келетін болса, егер оның несі бір ай болатын болса, ровно 30 күн болатын болса, онда 15-ші күні, 13, 14, 15-ші күні овуляция жүреді деп есептеледі. Ал егер 28 күндік болатын болса, кейбіреулердікі, әйелдерімізді 28 күндік болатын болса, уже ол кездерде 12, 13, 14-те овуляция жүреді. Сосын овуляцияны қалай білеміз дейді. Овуляцияны білетін нелер болады? Тесттер болады аптекада. Овуляция кезінде қандай белгілер болады дейді. Овуляция кезінде кәдімгіші әйелдер энергичный жүреді, қуанып, как-то бір не дейді, күш тасып келеді өзімен өзі, аналық без уже жұмыс істеп жатқан кезде. Сосын кәдімгі әйелдерде женский выделение шығыштары болады. Сосын жатырдың төмен жағы ауырсынады шамалы. Сол кезде уже овуляция болады. Және мен сіздерге овуляция кезінде қалай не болады, өзгерістер болады айтып өтейінші сіздерге. Өзгерістер болғанда, мысалға, қалай білеміз, қалай белгілейміз, сіздерге соны айтып өттім. Мысалға, айдың егер точно бір ай болатын болса, бұлай істейміз. Мысалға, біріне етек кір келді, бірінші күннен бастаймыз. Біреулер ойлайтышы, етек кір біткеннен уже 14-ші күні дейді. Уже ол кезде овуляция бітіп қалған болады. Егер етек кір біткеннен есептесеңіздер 14 күнді. Мен сіздерге не қылайын? Қараңыздар, мысалға, құйрыққа градусник, өзіміздің градусникті жамбасқа қойғанда қалай не аламыз? Овуляция кезінде мынандай ғой, сіздерге көрсетейін. Кәдімгі осы немен көрсеткенде қараңыздар, тура осылай неде, кәдімгі жаттыңыздар, жамбастап жатқан кезде уже тағы да мысал қылып айтамын, біріне етек кіріңіз келді ма, уже 12-ші число күні, 12-ші октябрь күні сіздер көрулеріңіз керекті. Овуляция кезінде мысалға ыстығымыз шығып тұрады ғой, ыстығымыз шыққанда 37, 38 болады ғой, сол кезде уже кәдімгі қараңыздаршы не қылады. Осы градусник не көрсетеді? Жоғары көрсетеді, егер овуляция уже жүріп жатқан болса. Сол кезде егер еркек пен әйел қосылса, кәдімгі ұрық аналық безбен кездесіп, не болады? Жүктілік пайда болады. Сосын тағы да бір айтатыным, осы неге қарап, осы градусникке қарап та, ол қыз екенді білсеңіздер болады. Қараңыздар, мен сіздерге қалай қоюды көрсетемін. Градусник мысалға осылай жамбастап жатты да, дәл осы көтеншекке, тура осылай көтеншекке қойылады. Көтеншекке қойылып, тура осылай жатады. Тура осылай қараңыздаршы. Тура көтеншекке қойылу керек. Мысалға, бұлайны. Қараңыздаршы, бұлай тұрғызып көрсетейінші. Қараңыздар.
міне арт жақтан тура осындай қоясыздар. Егер 35, 30, 36 болатын болса, овуляция жүріп жатқан жоқ. Егер 37-ден асып, мысалға 36-да 8, 36-да 9 болатын болса, овуляция жүріп жатыр деген сөз уже. Егер 37, 38 болса, тап сол кезде қосылу керек қой негізі. Қараңыздаршы, қызық негізі табиғаттың несі. Дәл осыны тура осылай не қыламыз, кейін алып көреміз. 5-10 минуттан кейін сразу аламыз. Алғаннан кейін 37 болса, оқты деп сол кез пайдалану керек қой қыздар. Қараңыздаршы. Тура солай. Біреулер ойлайды, мынандай алдынан қояма деп. Жоқ, алдынан қойылмайды. Тек артқы ректальный жақтан қойылады. Тура осылай қойылады. Міне, осылай қойылады. Сіздер бір қойып, қолданып көріңіздерші. Өте бір керемет ақпарат. Овуляция кезін дәл осылай анықтасаңыздар болады. Қыздар еке. Қысқасы сол жаңағы айтқанымыздай, овуляция кезінде әйел деген қызығушылығы жоғары болады. Бәр нәрсе энергичный болып жүріп, кәдімгідей не десем екен, еще как будто не дейді, қолдары, кейбір әйелдердің қолдары молза жүреді ғой, овуляция кезінде қол кәдімгідей жылы, ыстық болып жүреді, температура бар деп ше. Сосын тағы айтайын дегенім, кәдімгі виделение келеді ғой, виделение келгенде кәдімгідей мындай не өзіміздің күнделікті виделение емес, созылмалы виделение болады ғой, сол сияқты болады овуляция кезінде. Сосын және мен не айтайын деп едім, негізі овуляция кезінде тағы овуляция кезі 11-ші күнмен, етеккір келгеннен 11-ші күнмен 16-ші күнге дейін болады. Ары қарай кейбіреулерде әртүрлі организм. Негізі тура ненің өзі табиғаттың заңымен 11-ші етеккір келгеннен бастап 11-ші күннен 16-ші күнге дейін болады. Ал қыздар, әрекет жасаңыздар. Овуляция кезінде егер жүкті болатындарыңыз, осыны немен анықтап, жүкті болыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп өтіңіздер. Сіздерге тағы қандай ақпараттар айтуымды қалайсыздар. Сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын.